Достар, мен Нур Рахимов боламын. Бұл менің жаңа арнам. Жаңа бөлімдер бұдан былай осы арнада шығатын болады. Осы жаңа арнама тіркеліп алыңыздар. Достар, бұл менің жаңа арнам. Жаңа арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл телехикая шынайы өмірден алынған болып, Пойраз есімді жігіттің өмірінен алынған. Пойраздың өмірі бір сәтте өзгерді. Оған жала жабылды. Өзі білмеген халде мафияға қосылып қалған Пойраз абақтыға қамалды. Оның 6 жасар баласы Синан жетім қалды. Пойраздың әйелі басқа елге кетіп қалған. Олар ажырасқан. Солайша бала Пойразда қалған еді. Бірақ Пойраз абақтыға қамалғаннан кейін Пойраздың әйелінің әкесі баланы сот арқылы Пойраздан тартып алды. Солайша Пойраз бәрінен айрылды. Жалғыз үміті баласын да Пойраздан тартып алды. Бірақ Пойраз ешқашан берілмеді. Ешқашан үмітін үзбеді. Бір күні шығамын, сол кезде бәрі өз орнына түседі. Мен баламды қайтарып аламын деп өз-өзіне уәде берді. Бірақ баласын қимады. Солайша Пойраз 1 жылдан кейін түрмеден шықты. Бірақ оған баласын көрсетпеді. Солайша Пойраз баласын ұрлап қашуға мәжбүр болды. Баласын жүргізуші мектептен алып келіп жатқан кезде Пойраз оларды аңдыды. Баласына мен сені алып кетемін, бәрі жақсы болады дегендей қолмен көрсетті. Пойраз абақтыдан шыққаннан кейін такси жүргізушісі болып жұмысқа орналасқан еді. Ол баласын аңдып келе жатқан кезде оның көлігіне бір қыз отырады. Пойраз оған мен жұмыста емеспін, басқа көлікке отыра салыңыз дейді. Ал ол қыз, яғни Айшегүл болса, мені жеткізіп тастайсың, болмаса арызданамын, сен жұмыстасың дейді. Сол кезде Пойраздың баласы көліктен түсіп, Пойраздың көлігіне отырады. Ол қыз, яғни Айшегүл болса, аң-таң еді. Пойраз жүргізушіні ұрады. Ол менің балам, бізді ешкім айыра алмайды дейді. Солайша Пойраз баласын алып қашып жатқан кезде жүргізуші полицияны тоқтатады. Ана көліктегі адам бала ұрлап қашты дейді. Солайша Пойраздың артынан енді полиция түсті. Айшегүл қатты қорқады. Сіз өзі естіп тұрсыз, бала ұрлап кетіп жатырсыз ба дейді. Пойраз болса, ол менің балам. Балам мен көп жылдардан кейін табыстым дейді. Айшегүл Пойразға мен осы жерде түсіп қаламын, мені қалдырып кетіңіз дейді. Бірақ Пойраз оның артынан полиция қуып келе жатқанын көреді. Және кешіресіз, ханым, мен қазір тоқтай алмаймын дейді. Солайша Пойраз тағы да ұсталады. Полициялар оны алып кетеді. Пойраз баласымен тағы да қоштасады. Ханым, сізде бізбен бірге баруыңыз керек. Мен ол адамды танымаймын. Сонда да сіз куәгерсіз, жүріңіз. Бізбен баруыңыз керек. Балам, мойындама. Мен тағы шығамын, жарай ма? Баланы жайына қалдыр. Одан аулақ жүр. Әкесіз өз менен не қалайсыз? Ол менің де балам. Мені баламнан айыра алмайсыз. Мен балам үшін бәріне дайынмын.
Содан кейін Айшегүл үйіне барады. Айшегүлдің әкесі мафия бастығы. Айшегүл әкесін жек көреді, өйткені Айшегүл ағасының және анасының өлімінде әкесін айыптайды. Сол күні де олар қатты ұрсады. Айшегүл әкесіне «Сен қылмыскерсің, сен анамды, ағамды өлтірдің» дейді. Әкесі болса «Мен сенің әкеңмін, сен әкеңмен қалай сөйлесіп тұрсың» дейді. Айшегүл болса «Қылмыскер адам менің әкем бола алмайды, кешір» дейді. Сол кезде әкесінің дұшпандары олардың үйін басады. Тапаншамен оларды ата бастайды. Сол кезде бір адам Айшегүлдің әкесін, яғни Бахриді атпақшы болады. Бахри «Саған бастығымның сәлемі бар» дейді. Сол кезде ол кісіні бір көлік қағып кетеді. Ол көлік Пойраздың көлігі еді. Айшегүлдің әкесі Бахри «Менің өмірімді құтқарған адамның аты кім?» дейді. Солайша Бахри Пойразды қасына шақырады. Оған жұмыс ұсынады. «Сен менің қолымда жұмыс істейсің, менің жүргізушім боласың» дейді. Және Пойразға өте көп айлық ұсынады. Сол кезде Пойразға баласы қоңырау соғады. Баласы жылап «Мені алып кет, әке. Атам мені басқа қалаға алып кетіп жатыр. Билет алып қойды. Бүгін кетеміз» дейді. «Сен кіммен сөйлесіп тұрсың? Телефонды маған бер. Мен саған айттым ғой, әкеңмен енді ешқашан сөйлеспейсің. Бүгін басқа қалаға кетеміз. Содан кейін әкеңді мүлде көрмейсің. Түсіндің бе?» Айшегүл Пойраздың қиналып жатқанын көреді. «Көлікке отыр, мен саған көмектесемін» дейді. «Есікті ашыңдар, мен бәрібір баламды алып кетемін. Бұл жерден кет. Егер бастық сені көрсе, аямайды. Мен баламды алып кетуге келдім. Мен ешкім тоқтата алмайды. Жолымнан қаш». Пойраз басын тағы бәлеге ұратын болды. «Сен менің үйіме бұлай бастырып кіре алмайсың». Сол кезде күзетшілердің бірі Пойраздың басына таспен ұрып құлатады. «Енді оны не істейік? Көзін құртайын ба?» «Жоқ, аяқ қолын байлап таста. Ешқайда кете алмайтын болсын». Оны байлап жатқан кезде Пойраз есін жинайды және баласына қарай жүгіреді. Ол баласын алып қашып жатқан кезде ол жерде полиция бар еді. Олар артқы есіктен қашты. «Баламды құтқарыңыз, өтінемін. Немеремді құтқарыңыз».
Сен тағы не істеп жүрсің? Баланы алып қаштың ба? Тек қана сенің емес, менің де басым бәлеге кіреді, түсінбейсің бе? Айшегүл, маған көмектес, өтінемін. Жалбарынамын. Көлікке отыр. Пойраз, сонда біз қашамыз ба? Жалғасын жіберіп алмау үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.